Әр адамның ең қымбат сезімі балалық шағы. Сол балалық шақты әрбір пенденің қайтарғысы келеді. Бірақ өмір болғасын артқа жүру емес, алға қарай ұмтылу бұл өмірдің ешкім өзгерте алмас заңы. Назбике өмірге келмей жатып, әкесінің кім екенін де білмейтін жан. Анасы Гүлшара жоқшылықтың кесірінен тәнін сататын жанға айналды. Гүлшара кезінде байдың жалғыз ерке қызы болған еді. Бірақ тағдыр ата-анасынан ерте айырып, туыстары жетім қыздың дүниесін өз аттарына аударып, байғұс қызды 18 жасқа толмай жатып үйлендіріп жіберген еді. Барған жерінде де өмірі жақсы болмады. Маскүнем күйеуінің таяғынан таңнан кешке дейін аузы жабылмайтын енеден қашып қалаға келген еді. Вокзалда түнеп, кафеде еден жуып күнелтіп жүргенде осы жаман жүріске түскен болатын. Енді сол жүрісін әдетке айналдырып алды. Жаман жүрісінің арқасында шағын 2 бөлмелі пәтерлі болды. Өмірі енді жақсара бастағанда жүкті болды. Ұзақ ойланып, сәбиді дүниеге әкелуді жөн санады. Бірақ ол баланың әкесі кім екенінде мүлде есінде жоқ. Әр күні әр еркектің қойнында ақша үшін жататын Гүлшарада ұяттың бірде-бір жұрнағы да қалмаған еді. Арада айлар өтіп, өмірге қыза келді. Есімін Назбике деп қойды. Жасқа толамын дегенше барынша мейірімін төгіп, ана екенін ұққан Гүлшара қаражат жағынан қиналды. Қызына тамақ, не киім тауып бере алмайтын күйге түскесін қайта сол жаман әдетіне салына бастады. Басқалай ақша табуға ниеті де жоқ еді. Қарам жолмен тапқан ақшаға тамағы тоқ, киімі бүтін өмір сүріп жатты. Арада 5-6 жыл сырғып, Назбике сүйкімді сары қыз болып өсіп келеді. Анасы түнгі жұмысын үйінде жасайтын. Енді ғана өсіп келе жатқан Назбике түнде шығатын дыбыстарын оянып, көрпенің астынан басын шығарып қарап жататын. Іштей бұл неткен қызық. Бұндай нәрседе болады екен. Сұрақтарына жауап іздеумен ұйқыға кететін. Таңертең анасынан сұрағанда, енді түнде ұйқыдан тұрушы болма. Ол жаман ойын, ешкімге айтушы болма деп ескертті. Күндіз анасы Назбикеге жейтін ас суын беріп ұйқыға кететін. Қызы аулаға балалармен ойнауға шыққанда түндегі анасының тірлігі есіне түсті. Не десе де әлі бала ғой, қасындағы өзімен жасты балаларға мен бір жаман ойын білемін, кәне ойнаймыз ба деп айтқанда олар да келсе кетті. Ауладағы кішкентай үйшіктерде іш киімін ашқан балалар Назбикенің көрсеткенін қайталап жүрді. Байқап қалған көрші апа айқайға салып Назбикені сүйрелеп үйіне әкелді. Әй оңбаған, қызыңа не үйретіп жүрсің? Айқайға басқан дауыстан шошына оянған Назбикенің анасы не дерін білмей қалды. Өзінің қателігін білсе де, білмегендей боп, шық үйімнен, қызыма жала жаппай, есігін тарс етіп жауып алды. Қызына қарағанда қорыққан қызы үнсіз жылап тұрған. Анасы қызына ұрыспақ түгілі ұрғысы да келмейтін. Әлі кішкентай ғой, қызық көріп қайталаған болу керек. Қызым енді оны нәрсе жасауға болмайды, жарай ма деп қолына ақша ұстатып, ұйқысын қайта жалғастырды. Бұдан кейін Назбикеге қайдан сана кірсін, ол қылығын қызық көріп жиі қайталап жүрді. Тіпті көршілері кішкентай қызы жек көріп, қастарына келсе айқайлап қуып жіберетін де болған. Әрбір түні еститіні, көретіні жиіркенішті нәрсені санасына құйып өскен кішкентай қыз өсе келе сол әдетті әбден өзіне сіңіріп алды. Анасының жаман қылығын бойына сіңірген қыз көрші өзімен қатар кіші ұлдарды қасына шақырып, ешкім көрмейтін жерде жиіркенішті нәрсені жасап жүрді. Әлде жас жеткіншектер үшін бұл қызық еді. Анасы қызының тәрбиесінің мүлде көңіл бөлмейтін. Қолына ақша ұстатып, әдемі көйлек әпергеніне бала өсірдім деп ойлауда. Иә, балаға кейде қатаң тәртіп те керек. Онсыз олар қателіктерін қайталай береді. Осылайша Назбикенің таза, кіршіксіз балалық шағы кірлене бастады. Әлі үлкендерге сүйкімсіз қылығымен ешкім жақтырмай қарайтын болған. Мектепте де осы қылығын қайталағанда талай ұстаздардан ұрыс естісе де ешқандай ескірмеді. Анасын қанша шақырса да жиналыс деген нәрсеге мүлде бармайтын еді. Уақыт шіркін де зулап, Назбике 13 жастан асқан еді.
Қанына сіңген әдетін әлі де қоймай, өзінен үлкен жігіттермен жүруді шығарған. Жігіттермен жаман су ішуді үйренді. Тегін нәрсеге қызыққан жігіттер бірінен соң бірі естіп, Назбикенің аты да шыға бастады. Соңғы кезде қайта-қайта жүрегі айнып, мазасы болмай жүрген қызының тәрбиесіне қарайтын ана ма, күндізде клиенттеріне қызмет көрсету үшін үйде жиі болмайтын еді. Назбикенің жүктілігі мектеп медпунктінде анықталып, үлкен шуға ұласты. Анасы келіп, мектеп директорына айқай салғанда, олар жағаларын ұстады. Өзінің кінәсін білмейтін Гүлшара, сендер қызыма қарамай не істеп жүрсіңдер, берген тәрбиелерің қайда? Балаға берген тәрбиелерің осы ма деген сияқты сөздерді жаудырып жатты. Ұстаздар да барын салып айтып жатса, тыңдайтын Гүлшара жоқ. Сотқа беремін сендерді деп қорқытуда. Мектеп басшысы жалынып, жалпақтап, ақша ұсынып, бұл шуда әзер басылды. Назбикеге жасырын түрде түсік жасалды. Анасы қызына ұрсудың орнына өбектеп жүрді. Бәрі жақсы болады, қорықпа алтыным деп жұбатуда. Сол кезде бәлкім анасы Назбикеге әбден жазасын бергенде түзеліп, жаман әдеттен аулақ болар еді. Әлде санасына ештеңе жетпеген жеткіншек ұятсыз дискілерді сатып алып, сол қылықтарды қайта бастады. Өзін дискіде бұзық қыздар секілді ұстауды күнде үйреніп жүрді. Сабағын оқудың орнына жаман қылықпен айналысқан қызық еді. Неше түрлі қатты заттарды пайдаланатын болды. Күндерде өте берді. Назбике 16 жасқа толған кезде анасы өзінен 5-6 жас кіші еркекті үйіне кіргізіп алды. Яғни Назбикеге өгей әкесі ретінде таныстырды. Алғаш көргенде Назбике өгей әкесіне есі кете ғашық болды. Жасун есімді өзбек жігіт Гүлшараның тұрақты клиенті еді. Екеуі әр түнін өткізіп жүріп, жақсы араласа бастаған. Кейін бірге тұруды Гүлшара өзі ұсынды. Ананың ойы үйде еркек болса, Назбикенің қылығы түзелер деген. Пәтер таппай қиналып жүрген Жасун да тегін нәрсені құр жібермеді. Жасун өзбек азаматы Назбикеден 10 жасқа үлкен. Көздері бақырайған, қара қастары Назбикенің жүрегіне шоқ салды. Аға деп сызылып, сөйлесіп бұрынғыдай үйден жиі шығуды доғарған қызын көргенде анасы іштей қуанды. Үйде еркек болмағасын, бұл қыз осылай көше қыдырады екен-ау. Жасунды үйде тұрғызғаным қандай жақсы болған. Өзінше анасы мәз. Назбике бойын түзеп, үйді жинап, тамақты да істеп, арасында сабақ оқыған сияқты боп, үлгілі қыз сияқты болып жүрді. Өгей әкесінде барынша сыпайылық танытып, көздеріне қарап қояды. Бірде анасы кешке үйде болмайтынын айтып ескерткенде Назбике қатты қуанды. Бар ойы өгей әкесімен бірге болу еді. Кеш түсе, Жасун да жұмыстан келген. Бар жағдайын жасаған қызға оның да ішкі ойы бары көрініп тұрғаны анық. Кешкі тамақта ішіп болған екеуі әңгімелесіп отырды. Назбике өзінің арсыз сезіміне ие болмай, дискідегі үйренген сорақы қылықты Жасунға жасай бастады. Алдындағы жапшас қыздың неше түрлі қылығы Жасунды баурап алды. Солайша өгей әке мен қыздың арасында құштарлық пайда болды. 9-шы сыныпты бітірген Назбике колледж оқимын деп ақылы колледжге түсті. Ол колледж басқа қалада еді. Басында жатақханада жатқан Назбике онда да тыныш жүрмей аты шыға бастады. Сол бір жаман қылығымен оқуға бір күн барса, бір күн бармай оқудан да шығып кетті. Анасынан ақша сұрап, пәтерде тұра бастады. Кафеде даяшы боп жұмыс жасаймын деген қызы қонақ үйлерде жаман қылықпен айналысып жүрді. Анасы бұдан бейхабар еді. Ақшаның құлына айналған Назбике 18 жасқа толмай жатып, тағы жүкті болып қалды. Ол жүктілігін 4 айдан асқанда бірақ білді. Дәрігерге барып алдыруын өтінсе де, олар қауіпті екенін ескерткесін амалсыз туатыны боп шешім қабылдады. Жүкті екенін анасына айтпаған қыз қонақ үйде бірге жұмыс істейтін, өзінен үлкен, бұрын акушерка болған Эльмира есімді әйелмен жақсы араласатын. Сол әйелді пәтеріне тұрғызып, сонымен ғана кеңесе бастады. Ол Эльмира да қайбір жаны ашып көмектесейін деп жүр дейсіз. Ниеті арам, ақшаға бола Назбикені айналшықтап жүр.
Назбикеге баланы асырай алмайсың, әлі жассың, одан да ол баланы жақсы отбасыға ақшасына саудалайық деген кеңесті күнде айтатын еді. Әлде ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білмейтін қыз үшін әрі бай отбасы сатып алады. Ақшалы болып жақсы өмір сүресің деген сөзді жиі естіген сайын Эльмираның ақылын дұрыс деп ойлады. Күндерде өте берді. Эльмира баланы асыра балатын отбасына тауып, Назбикені өзінің туысы ретінде таныстырып, ауылдың қызы жігітіне алданып қалды деп, неше түрлі өтірік оқиғаны ойдан құрастырып, ақшасына келіскен еді. Ол адамдардың да құрығы ұзын кәсіпкер жандары болатын. Назбикенің толғаға қысқан сәтте Эльмира өзі үйден босандырып алды. Бәрі ойдағыдай өткен еді. Асырап алушыларға хабарласқанда олар: «Сендер бізді алдаған екенсіңдер, жаман әйелдер. Осы уақытқа дейін төлеген ақшаны тауып беріңдер. Баланы алмаймыз» деп ашулана айқайлады. Олар да қарап жүрмей Назбикені Эльмираның кім екенін біраздан бері анықтаумен болған екен. Қорыққан Эльмира Назбикеге: «Есің болса, бұл жерден тез кет. Сенің кесіріңнен басың бәлеге қалайын деп тұр». Өз басын ойлап қаша жөнелді. Жалғыз қалған Назбике жаңа босанса да өз жаны аман қалу үшін еш ойланбастан жаңа туған шаранасын еміздеспен көрпеге орап үйден асыға шықты. Не істерін, қайда қашарын білмей жолда ойланып келеді. Шырылдаған сәбидің аузына емізік сатып алып аузына тыға салды. Көз айы болатын, жан-жағына жалтақтап қарай береді. Адам аяғы басылып, ешкім жоқ кезде тәп-тәтті балапанын қоқысқа апарып тастай салды. Тіпті жүрегі мүлде селт етпеді. Шырылдаған сәбиі анашын тастамашы дегендей жылап жатса да қарамай жүгіріп кетіп қалды. Күздің суығында қарны аш сәби қанша жылағаны, не өлі не тірі екені сол күйі Назбикеге белгісіз боп қала берді. Сол күні Назбике жаман су сататын кафеден бірақ шықты. Жаман суды сіміре есі кеткенше іше берді. Құлағына сәбиінің даусы келген сайын өзін әлемдегі ең қатыгез жан санады. Одан кейін есін жинағанда, баласын тастаған жерге барғанда ештеңе жоқ еді. Одан кейінгі өмір Назбике үшін тозақ болды. Сол бір күнәсін ұмыту үшін жаман суға құмар болған жас қызды кафеге келген еркектер пайдаланып кететін. Бірде жаман нәрсеге тәуелді 4-5 жігіттер Назбикені көліктеріне мінгізіп алып кетті. Сол түні әлгі азғындар Назбикені адам төзгісіздей естен кетпесте әбден қорлады. Жаман нәрсе шегіп есінен ауған азғындар қыздың тәнін жаралағанымен қоймай, арғы жағына бөтелке қолданды. Өлімше етіп тепкілеп, қоқыс тастайтын жерге лақтырып кетті. Өзінің қоқыста жатқанын еміс-еміс біліп жатқан Назбикенің жанарынан қанды жас жуып жатты. Іштей өзіме де сол керек. Бейкүнә сәбиімді еш аяусыз қоқысқа тастап едім. Есін ауруханада жиды. Соққыдан біраз жері сынған екен. Арада бірнеше жыл өтті. Назбике өткен күндегі жаман қылығын тастап жаңа өмір бастады. Бірақ жалғыз анасы ауру болып, соның күтімін жасап, әжетхана тазалап, ақысын адал тауып жүр. Ауру анасы қанша кешірім сұраса да бәрі тым кешеді. Жүрегі жаралы Назбике өткен күнәлары үшін Алладан күнде кешірім сұрайды. Қазіргі таңда жалғыз басты жан, анасы да бұл өмірімен қоштасты. Бірнеше ер адам сөз айтқан, бірақ өзін бақытты өмірге лайық көрмеген Назбике бәрінен бас тартты. Неге бұлай еттіңіз деген сұрағыма, менің осыншама күнәмнің өтеуі осы болуы тиіс. Бұл өмірден өтемін дегенше жалғыз басты жан боламын деп айтты.